Ассалаумағалейкум көрермен қауым. Бүгінгі видеоролигімізде мынандай бір 110 киловаттық частотникті қарапайым мынау тұрған 1,5 киловаттық улитканың электр қозғалтқышына жалғауды көрсетпекпін. Негізі жалап қойғам, бірақ сонда да кішігірім айтып өтейін. Мұны Custom деген фирманың частотнигі. Моделін көрсетіп жіберейін. 110 киловатт, максималды 132 киловаттқа дейін қысқа уақытта жұмыс істей алады деп жазылыпты паспортында. Міне паспорты болғанда жаңағы нұсқаулық былайша айтқан кезде өзімен бірге келетін. Міне қалай жалғау барлығын көрсеткен. Қазір тоққа жалғанып тұр. Міне өшіре тұрайық. Мынаны қарасаңыздар, мынандай үлкен конденсаторлар тұр. Үлкенден көріңіз бе? Қолым мынау тұр. Қолымның көлемі жетпей тұр, короче. Қалыңдығы примерно 10 сантиметр шығады ойым. Біреуі 400 вольттық, 820 ма? Жоқ, 8200 микрофарадалық сыйымдылықтағы конденсатор. Әрқайсысы былай көріне ме екен? Яғни бұл жерде 380 вольт болғандықтан тұрақ тоққа айналған кезде оның кернеуі 530 немесе 560 вольтқа дейін көтерілуі мүмкін да. Сол кезде 400 вольтымыз артылып кетуі керек. Сондықтан да бұлар екеуден тізбектеп жалған, яғни 400 вольттан екеу қойып 800 вольттық конденсатор істеген, бірақ ол кезде сыйымдылық азаяды, 4100 микрофарада болып қалады, екі есе. Бірақ бұл жерде осындайдан 3 қатар тұр, яғни 6. Барлығы қателеспесем 12300 микрофарада болады. Қателеспесем. Таза тұрақты тоқ болу үшін да осылай қойған конденсаторлар. Енді үлкен болғанда сұмдық енді. Енді ашайық бұны. Мынау жаңағы басқару панелі. Қазір қосып көрсетейін. Автоматты көтереміз, кішкене задержка болады. Ішінде жаңа конденсаторлар зарядтау оңай емес, сондықтан да кішкене уақыттан кейін барып ішінде контактор қосылады. Басында осылай бір продукты болады, сосын өшеді. Мына моторды қосып қойғанбыз, улитканы. Пуш деген кнопкасын басамыз. 50 герцте тұр, жиілігі максималды. Басамыз. Өшірейік. Свет өшіп қалды деген қателік шығарып тұр. Бізге де сол керек, ертелік өшкен дұрыс бізге. Өйткені қазір ішін ашып көрсетейін. Қайтып жалғау керек деген жалпы. Қарапайым. Айтқан кезде настройкаларын көрсетейін. Жалғанатын кабель панельге. 2 болтын шешіп қойғанбыз. Алдын ала. Алып тастайын. Міне ішкі көрінісі. Жаңағы басқару панелі жалғанатын кабеліміз. Мынау тұрған платамызға сырттан басқаруға арналған, айтқан кезде дискреттік кірістер, аналогтық кірістер деген сияқты, және де осы частотникте қандай да бір авария болған кезде аварияны білдіру мақсатында релейный выход дейді, релейлі шығыстар тұр. Екеу, біреу, екеу. Нормально открытие, нормально закрытие деген. NS, NO деген. Қарапайым. Мысалға кнопкамен сырттан басқаруға да, мысалға мынау панельді
бар басып жүру ыңғайсыз болады да кейде. Сол үшін де осыған кабельмен жалғанып, осындай кнопка арқылы, мысалы қазір уақытында кнопка қойып қойғам, оңға солға деп. Осылармен немесе осы кнопканың орнына қандай да бір реле қойып, релеге контроллер арқылы немесе кез келген нәрсе арқылы сигнал беру арқылы қашықтықтан басқаруға болады да бұны. Сол үшін істелген ол. Аналогты кіріс, дискретті кіріс дейді, цифрлы кіріс, аналогты кіріс деген сияқты көп. Бұлар оптронды байланыс арқылы жұмыс істеп тұр, яғни гальваникалық ажырау бар, тікелей емес. Егерде мынаған 220 вольт случайно беріп жібергеннің өзінде частотникке еш нәрсе бола қоймау керек. Мына оптрондарымыз күйіп кетеді, болды. Оны ауыстырасыз, қайтадан істей беру керек. Сол үшін істелген. Сақтандыру мақсатында. Ал енді жалғануына келетін болсақ, мына 180-іміз кірді, мысалға. Автоматтан жалғанды мына кабеліміз. Ол барды да жоғары жақтан кіреді. Енді әр частотникті әртүрлі, біреуінде астынан кіреді деген сияқты. Бұл да енді жоғары жақтан кіреді екен. RST деген үш клеммасына кіреді, немесе L1, L2, L3 деп тұрады кейбіреулерінде. Соған үш фазды береміз. A, B, S разница жоқ. Оған бәрібір өйткені бұл айнымалы тоқтық бәрібір тұрақты тоққа айландырады. А мына екі шығысында осы тұрақты тоқтың шығысы болып саналады. Қазір болмаса тексеріп көрсетейін. Міне мультиметрді әкелдім. Қостым міне. Тұрақты тоқ режиміне қояйық. Қанша вольт шығып тұрғанын көрейік. Міне ішінде контактор қосылды. Плавный пусттың. Олай болмаса ішіндегі диодный мост күйіп кетуі мүмкін. Міне плюс-минус 532 вольт көрсетіп тұр тұрақты тоқта. Және де разрядты алу өте ұзақ уақыт алады. Өйткені көрдіңіздер қандай сыйымдылық тұрған 12300 микрофарада. Біраздан кейін өшеді. Ал енді электр қозғалтқышына жалғау үшін астында бізде U, V, W деген ағылшын әріпімен, яғни латын әріптерімен жазылған үш шығысына жалғаймыз. Ал мынау тұрған тормозной резистор дейді. Бұл әсіресе крандарда жоғары, төмен, немесе оңға солға жүрген кезде тоқтау өте қиын болар, салмағы ауыр. Соны тезірек тоқтату мақсатында және де частотникте керні көбейіп кетпеу үшін, мысалы қарасаңыздар, ол кезде мысалға өте үлкен салмақпен төмен түсіп баратады. Ол кезде моторымыз генератор сияқты жұмыс істеп кетуі мүмкін да. Сол кезде мынау жаңағы конденсаторларымызда кернеуіміз, жаңа көрдіңіздер ғой, 532 вольт көрсетіп тұр. Одан асып кетуі мүмкін. 500, 600, 700, 800-ге асып кетуі мүмкін. 900-ға да барып қалуы мүмкін. Сол кезде мысалы конденсаторымыз атылып, ішіндегі IGBT транзисторлар жинақталған, яғни IGBT модуль өте қымбат. Осының ең негізгі құрылым құрайтын зат былайша айтқан кезде, бағасы да өте қымбат шын айтқан кезде. Сол күйіп кетуі мүмкін да. Сол кернеуді шектен шығармас үшін разгрузочный резистор дейді. Немесе тормозной резистор деп атайды. Өшіріп қойсайын, шағысып тұр. Соны жалғайтын перемешкені алып тастайды да. Егер сондай құрылғы жалғайтын болса, соған шығыста тұратын, арнайы салқындатылатын сондай резистор жалғайды. Немесе плюс-минусқа арнайы блок болады. Тормозной блок резистор. Ішінде өзінің басқару схемасы барлығы болады. Соған плюс-минус жалғайды. Жаңағы 530 вольт шығып тұрған. Сол арқылы жаңағы номиналды 530-540 вольттан асып баратса, төмен басып отырады. Артық кернеуді жаңағы резистордың бойында жылу ретінде шығарып отырады сыртқа. Басқа вариант жоқ. Әйтпесе мына күйіп кетуі мүмкін да. Қалғаны түсінікті болған шығар. Мынау жаңағы жерлестіру, заземление баштан кезде. Қазір қайтадан жинап қосып көрсетейін. Настройкасын көрсін кішкене. Мына қайтадан крышкасын жауып, панелін жалғап кигізіп қойдым. Және де моторды да енді жалғау өте қарапайым ғой. Үш фазды жаңағы шығысынан алып келіп, осы үш фазына жалғай саламыз мотордың. 1,5 киловатт мотор. Және де бізге өте міндетті, маңызды нәрсе. Шил дегенде тұрған параметрлерді жазып алу керек, немесе осыған қарай отырып, мысалға 1,5 киловатт, 1410 оборот минутына деген сияқты. Сосын бір 50 герц, ары қарай номиналды тогы 3,6 ампер деген сияқты нәрселерді жазып алу керек, немесе білуіміз керек.
қысқаша айтқанда. Өйткені осыларды біз мынау частотниктің ішіндегі настройкасына кіріп параметріне енгізуіміз керек. Негізі мынау өте қазіргі жалпы частотниктер өте ақылды. Қандай да бір электр қозғалышын қосасың, бір айландырып жібересің, кәдімгі өзінің панель арқылы қосып басып. Ол параметрін бірден өзі анықтап алады. Қанша киловаттық, қанша оборот, қанша герц жалпы деген сияқты. Герцті өзің ауыстыра беруге болады, әлбетте. Өте ақылды, мысалға. Немесе оны өзің қоюға да болады. Қазір сол параметрін ашайын. Өзінің кітапшасы болады, мынандай әр частотниктің. Мысалға мына SEB Eurodrive деген частотник, Synamics деген Siemens'тің частотнигі, мынау да SEB Eurodrive. Әрқайсысының өзінің кітапшалары болады. Мынанікі орысша, кішкене ыңғайлы да, түсінікті. Мыналардың ағылшынша аударған кезде кішкене қисықта аударған, түсіну өте қиын былайша айтқан кезде. Осы жерден тауып аламыз. Жаңағы параметрлерді енгізу үшін. Қазір соны көрсетейін. Міне мысалға требования для корректной работы векторного управления өзі екі түрі бар ғой. Скалярный, векторный деген. Біздің жағдайымызда векторный управление, басқару векторный. Міне осы жерде жазылған моторымыздың параметрлерін жаз деп. Міне ол параметрлерді жазу үшін мынандай ячейкаларға кіру керек бізге. Процесс автоматически настройки будет следующим образом. Ручной ввод основных параметров дейді. Міне. Жазылып тұр, осыларға кіреміз. Мысалы қазір қосайын. Қосылғасын. Міне қостым. Бірінші желдік көрсетіп тұрады, 50 Гц деп. Сосын қараңыздар. P11-ден 02 деген параметрге кіреміз. Ол үшін проб дегенді басамыз. 11-ден 02. Проб деген басамыз. 11, мынаны басамыз, сосын 11-02. 11-02. Не жазып тұр, соны жазамыз короче. Вот деген басамыз. Әр частотникте әртүрлі, әлбетте. Соған мысалға жаңағы моторда 1,5 киловатт мотор, жаңа көрсеткенімдей. Соның мысалға біз қуатын мына жерге жазамыз. 1,5 деп жазып қойдық алдын ала. Вот тағы басамыз. Сосын барып екінші параметр 11-ден 03-ге кіреміз. Қайттан 11-03. Вот. Кернеу сұрап тұр. Кернеу 380 вольт деген белгілі бізге. Немесе 400 вольт десек те болады мына жерге. $400 вольт мысалы. Еш айырмашылық жоқ. Ары қарай 11-ден 04. Өз көрсетіп тұр. 11-ден 04. Жаңа 03-ге кірдік, енді 04 кіреміз. Бұл да номиналды тоқ дегенге жаңағы параметрінде мотордың 3,6 ампер деп қойған көріңіздер. Осы жерге 3,6-ны жазамыз. Жаңа 3,6 ампер жазған тұғын берген. Өз мотор өз айланған кезде мына өз параметрін жобамен өз есептеп алған сияқты соған қараған. 3,6-ны қоя салып мақұл. Ары қарай 04-ті жаздық. 05-ке кіреміз. 05 вот желік. Міне 50 Гц. Қазір көрейін, көтерілмеген. Көтеруге болады екен, бірақ енді 50 Гц асырмаған дұрыс мейлінше. Мотор өзі 50 Гц мотор ғой. Ары қарай 06. 06 жаңағы моторымыздың айлану желігі 1410 оборот минут деп көрсеттім ғой. Шилдікте. Соны жазып қойғым алдын ала. Өзгерте беруге болады мысалға. 11-10 деп мысалға. Оны жаздық, ары қарай 07 КПД. Мысалға КПД кіреміз. Және де мына жерге жазып қойған. Жаңағы шилдікте жазылып тұрған КПД-ны 100-ге бөл деп тұр. Мына өзі есептеп алған сияқты. Қазір көрсетейін. Қанша көрсетіп берген берді. Бұл жерде КПД 78-де 5, бұны 100-ге бөлсек 0,785 шығу керек. Яғни пайдалы әсер коэффициенті, соны жазамыз енді. 0,785 деп. Басамыз. 7, 8, 5.
Болды, окей. Қайттан порогты басып шығып кетеміз менюдан. Және де екінші функциясы бар бұның. Бұл автомат түрде осының барлығын өзі есептейтін мотордағы параметрді. Ол үшін мынау жазылып тұрған нұсқаулықтың бәрін оқып шығу керек. Мысалы, режим автоматический настройки, выбираем режим управления черпа. App 0006 тең 0, местный управление. Қысқаша айтқанда, осы параметрге кіріп, мынаның айтқанның бәрін орындасаңыз, мына мысалы қарасаңыз, мына параметрлердің бәрін айтқан кезде, мынау моторымыздың пайдалы коэффициенті, қуаты, жиілік барлығы мына өзі есептейді. Меніңше ең дұрысы мынау. Сондағысы 6 параметр білем ғой. 6 параметрге кіріп шығу қиын ештеңе жоқ. Анау айтқандай түсініксіз дейін десең де барлығы түсінікті. Осылай жасаған оңай сияқты. Барлығын істеп отқаннан көрші. Міне енді жазып болдық. Мысалға қарап отырсаңыздар. Енді қосып көрсетейін. Пускты басамыз. 50 көрсете тұр. Азайтып көбейтуге де болады. 49. Өзі 50-ден аспайды әдейі. Өйткені жаңа параметрді 50-ді қойдық қой. Одан асырсақ, 60-ға дейін көтеріледі. Бізге бұның керегі жоқ, моторға зиян болуы мүмкін да. Қосайық. Стоп. Жай қосылып, жай тоқтап жатыр, байқадыңыздар ма? Оны да өзгертуге болады. Оның да настройкасы бар. Қазір көрсетейін. Міне ол параметр, міне. Время разгона деген параметр. Дыбыс мынаның дыбысы. 3 вентилятор тұр. Сонда тоқтап тұр негіз. Міне өшті. Время разгона деген параметр, мысалға F03-тен 01 деген параметр кіреміз. Ол үшін тағы да пробты басамыз. F03-тен 01. Кіреміз. 5 секунд тұр. Қазір осыны азайтамыз мысалға. Давай 0 қосайықшы. 0 бірден қосылатын болады. Окей. Пусты басамыз. Қарап тұрыңыз енді. Пусты басам. Көрдіңіз ба? Бірден қосылды. Тағы да. Менюдан шығып кетейін. Мынау время торможение деген параметрді өзгертуге болады. F03-02. Міне қара басамыз, 50 көріске бірден шығады. Ой, мынау да бір. Басам. Көрдіңіз ба? Бірден. Басасың бірден 50 көріс. Өткен 0 секундқа қойып тастадық қой. Қайттан кіріп көбейтуге болады мысалға. 10 секундқа қойуға болады да. Қойдық. Басамыз. Басам. Бастым. 10 секунд аспай 50 көріске дейін шығады. Қайтан тағы бір көрсетейін. Жай тоқтап жатыр. Оны да өзгертуге болады. Тезірек тоқтау үшін. Басам. 10 секунд бойы 50 көріске асықпай көтеріледі. Пробқа қайттан кірем, қайттан 0-ге қоям. Так. 0. Шығам. Стоп.
Қайттан басам газ. Тоқтасын. Тоқтады, басам пускты. Бірден. Моментально. Ашамыз газ соны. Мына ішін аштық қайтадан. Жаңа айтқандай кірістері бар. Кіріс, шығыс деген сияқты. Осы жерде қарасаңыз, мына схемасын көрсетіп қойған. Өте қарапайым схема. Дискретті кіріс бірге, бірінші кірісіне кнопканың көмегімен, қарапайым жаңаға көрсеткен кнопка, немесе кнопканың орнына реле бола ма, басқа нәрсе бола ма, жалпы тізбек тұйықтайтын нәрсенің көмегімен, қандай да бір. Мынау ком деген, яғни общий минус бұл. Осы общий минусқа жалғауымыз керек. Сол кезде ол іске қосылады, яғни жаңаға моторымыз іске қосылады. Ал енді осы моторымыз мысалы оңға айланып тұрса, осын солға айландыру керек болып қалады кейде. Ол үшін біз енді DI2 деген, яғни дискретті кірісіне және де тағы да реленің көмегімен немесе кнопканың көмегімен без фиксации басқан кезде қосылып қалатын емес, наоборот ажырап кететін. Жіберсең, басып жіберсең ажырап кететін. Басқан кезде ғана тұйықталатын кнопканы қолдана отырып, мынау тұрған ком деген общий минусқа тұйықтаймыз. Сол кезде ол кері қарай айналатын болады. Ол D2 дегеніміз дискретті кірісі мына тұр мына екі. Бірінші мынаған берсек оңға айланады, мынаған берсек солға айланады. Яғни комды осыған беріп отырамыз кезекпен. Қазір осыны жалғап қояйық енді. Алдын ала дайындап қойдым кабельді. Кнопкасын жалғап, как положено. Қазір енді осыны тесігінен өткізіп, ыңғайлы болу үшін жалғаймыз. Міне жаңағы айтқандай жалғап қойдым. DI1 мен DI2-ге және де комға екі кабель жалғадым. Мынау тұрған кнопкаларға алдына жалғап қойғам. Екі комды екі кнопка беріп, және шығыстарын жаңағы сары менен көк кабельге жалғап қойғам. Ақпен қоңырды. Қазір бұл жұмыс істемейді. Қосып көрсетейін. Басам, бірақ істемейді. Қосылсын. Қосылды. Кнопканы басам. Бірақ ешқандай реакция жоқ. Айланып отқан мына вентилятор ашын. Айланып отқан жоқ. Өшті ғой. Басам. Реакция жоқ. Не үшін өткені? Параметріне кіріп, біз тағы да кішкене өзгертулер енгізу керекпіз. Соны көрсетейін. Ол үшін мына крышкасын жабайын, ыңғайлы болу үшін. Панельді қайттан жабу керек. Мына крышкасын жауып қойдым, бірақ жаңа айтқанымдай кнопканы бассам әсер етпейді. Бірақ бұрынғы өзінің кнопкасынан қосыла береді. Міне. Оны кнопка арқылы қосылу үшін мынау тұрған параметрлерге кіріп, осы параметрді енгізу керек. Источник команд пуск стоп клеммой дейді. От клеммой. Ол үшін F0006-ға кіреміз де бірді қоямыз. Бұрыққа кіреміз. F0006. 0006. Кіреміз. 0 тұр көріңіз ба? Осын бір қыламыз. Вот енгіздік. Сонан соң дальше. Екінші. F0601 бір қыламыз. Функция кода DI1 команда пуск. Оңға деген. Екінші P0602-ге кіреміз. Екіні қоямыз. Функция кода DI2 команда реверс, яғни солға деген сөз олаштырған кезде. Осыларды кіргізейік кәдімсіз. 0601-ге кіреміз де бірді қоямыз. 0601 0601 Вот. Бірді басамыз. Бірді. 01 02 деп тұрмыз алды.
бірді басамыз, сосын барып екінші 06 02 2-ні қоямыз. 06 02 өзі 2 тұр екен. Вводты басамыз, пробты басамыз, сыртқа шығып кетеміз. Енді мынаны басып көріп істемеген. Істемейді, қарасаңыз, вообще реакция жоқ. Екеуін бассақ та. Енді басқару мына кнопкаларға ауысты. Енді басып көрсек болады. Мына оңға деп жазып қойдым әдейі, мына солға. Басам. Жіберем. Оңға айланып жатыр. Дұрыс айналып жатыр. Енді ана кнопканы басам қазір. Солға басам, жіберем, mana енді қайтадан мына кнопкадан емес, өзінің панелінен басқару үшін жаңағы енгізілген параметрлерді бірінші параметрін орнына ауыстыра саламыз. Бірді қойдық қой қазір. F0006-ға. Қайта 0-ді қоя саламыз. F0006. Проб F00. Так, 0006. Бір тұр ғой, 0 қыла саламыз. Проб басып қайта шығып кетеміз. Енді қайтадан бассақ істемейді ешқайсысы. Енді қайтадан мына арқа істейтін болады. Басам. Өшірем. Кішкене несін ұзартайға. Қатыс бірден қосылып кетіп жатқан электр қозғалтқышына нагрузка болады. Сол үшін жаңағы параметрді кішкене секундын ұзартайық. Басында көрсеткен параметр время разгона дегенді. F03 01-ге береміз. Дроп F03 01 00 болыпты. Осыған примерно 5 секунд қойсаңызшы. Вот. Окей. Озат. Басамыз енді кішкене плавно қосатын болады. Басам. Қайттан басам. Мынаның ішінде жалпы параметр деген 1040 параметр бар. Былай айтқан кезде. Енді сұмдық есеп қисап былай айтқан кезде. Мен сіздерге көрсеткенім өте қарапайым параметрлер ғана үшін. Түсінікті болу үшін. Міне осымен біздің видеоролигіміз аяқталды. Бәлкім пайдасы тиер деген ниетпен түсірдім. Жалпы видеоны лайк басып, таныстарыңызға жіберіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше аман сау болыңыздар.